Енді мынау ыдыстың мақсаты бұл адамдарға қызмет жасау үшін жасады. Ішіне су құяды, шай құяды. Бұның мақсаты адамға қызмет ету. Күннің мақсаты адамға жарық беру. Жерде Аллаға төсен шығып бердім сендерге дейді. Әрбір жаратылыс кім үшін жаратылды? Біз үшін. Осы бүткіл нығмет адам үшін жаралған екен. Адамдардың ішінде күннің арайлап шығуы, арайлап батуы ол момын мұсылмандардың құрметі үшін өмір созылып жатыр әлі. Ал амал істемей жатқан адамдардың қадірі жоқ екен. Қазір күннің әлі созылып бара жатқаны ол кімдердің құрметі үшін созылып жатыр? Мұсылмандардың құрметі үшін. Әлемде мұсылмандар қалмай қалатын болса, қиямет басылады онда. Қиямет басылады. Мұсылмандар осылай көп болып, жамағатымыздың көркі болып